Жалпы ескі құсқыны мықты деп айтпайсың ғой. Бірақ Бұхара көненің алтын оғы. Бүгінгі видео Бұхара туралы. Бұйырса Бұхараға баратын боламыз. О жақта погода вообще страшно дейді. 45 градус, одан да көп градус дейді. Көреміз, біздің жолымыз болып, мүмкін о жақтарда кішкене салқындау болар. Мүмкін кішкене салқындау. 45 емес, хотя бір 30 градус болса, 35 градус болса, соға шүкір кетер еді. Барлығын бірге көретін боламыз. Қараңыздар. Бұхара қаласына жету үшін ЖД вокзалдан билет алдым. Самарқандтан Бұхараға дейін билет 60 000 сом екен. 2800 теңге шамасы. Осы жолы 230 бен ұшатын Африсиопқа билет алдым. Ұшады десе ұшады ғой. Осындай пойыз керек екен біздің Қазақстанға. Жалпы Бұхараға автобуспен, таксимен баруға болады. Бірақ мынада 230 бен жүретін, қайдағы жүретін ұшатын Африсиоп тұрғанда, қайдағы автобус, қандай такси. Билет бағасы да дымда да қымбат емес. Бұл пойыздың іші өте әдемі. Іші де әдемі, сырты да әдемі, өзінің жүрісі де әдемі. Ятта болса айта кету керек бұны. Бұл пойыздағы туалет. Өмірімде туалетке обзор жасаймын деп ойламадым. Бірақ пойыз темасын бастаған соң айта кету керек. Мына жаңа пойыздың туалетіне дейін жаңа үлгідегі. Қараңызшы, су қол созсаң болды, өзі ағады. Мына пойыз 230 бен жүреді ғой. 230, ойлап қараңызшы, 230 бен жүреді. Базар. Қараңғыда жеттім, сағат 11-лер шамасында. Яндекс таксимен такси шақырып, букингтен жалдап қойған гостевой домыма жетіп алдым. Такси әңгімешіл екен, бір шама әңгіме айтты. Бұхараның 45 градус ауа райы туралы да айтты. Прям 45 было. Да. Сегодня было 45 градусов. Завтра тоже будет 45, да? Не. Будет 46, да? Букингтен Румия деген қонақ үй тауып алдым. Ценасы 120 000 сом, 4800 теңге шамасы. Бөлмесі жайлы, таза, душ, туалет, өзіндікі жақсы общем. Ең жақсысы завтрак қосылған. Оны таңертең көрсетемін. Тамаққа тымпиып алып, қаланы аралауға шықтым. Көп қонақ үйлер орталықта орналасқан екен. Баяғы бизнес. Үйден шықтың, аздап жүрдің, сразу ескі орталықтан шығасың. Біздер түнделетіп келіп алдық гостиницамызға. Таксимен келдік, Яндекс обязательно. Бұхарада гостиница өте көп. Каждый углда бір 10 шақты гостиницадан болады. Сондықтан қорықпасаңыздар болады. Завтрак включенмен алыңыздар. Завтрактар мықты, тыңқиып тойып аласыздар. Сосын ценалар да тоже нормально. Қазір фотолар жазып жүріп, каждый углға кірсеңіз болды.
гостиница тұрады. Гостиницадан шығасыз, сразу уже достопримечательностьтар, көретін жерлер бастап кетеді ғой сразу. Солай жақсы орналасқанда. Бұхара өте ескі қалалардың бірі, жасы 2500 жыл екен. Осы ерте ғасырдағы зданияларды көру, тем более жақыннан ұстап көру деген бөлек қой. Ең алғашқы аралап бастаған жеріміз осы Лебе хауыздан бастадым. Бұл су арықтардан жиналады екен. Жалпы 17 ғасырда салынған екен. Өте ескі. Осы суды халық кезінде керегіне, ішуіне, барлығына пайдаланған екен. Ал мына здания кезінде саяхаттаушылардың, адасқандардың, жалпы пана іздегендердің барлығына пана ететін үй болған екен. Қазір 15 000 сом тұратын кіруге болатын музей зданиясы ғана. Келесі кіруге тұрарлық ғимараттың бірі ең ежелгі мешіт Мавоки Афтар. Бұл мешітті 8 ғасырда салған екен. Байқағаныңыздай 2 есігі бар. Неге дейсіз ғой? Себебі бұрын дінсіз отқа табынушылардың храмы болған екен. Соңынан 16 ғасырда мұсылмандар есігі қақпаға бағытында болу керек деп реставрация жасап, дұрысынан есік жасап қойған екен. Бұхара ұнап жатыр. Өте ескі қала екен, шынайы. Баратын жерлер өте көп. Барымша максимальный түрде барлығын көрсетуге тырысатын болады. Келесі баруға болатын жер ол базарлар. Бұхарада базарлар купулдар деп те аталады. Себебі бәрі бірдей осындай купул ішінде жасалған. Бұл купулдардың төбесі өте жақсы желдетіледі екен. Ыссы Бұхараға нағыз керек нәрсе. 60-50 градусқа дейін болатын ыссы жазды күндері сауда-саттықпен айналысатын адамдарға нағыз керектің өзі екен. Осы базар ішінде ертеден қалған мынандай хамамдар бар екен. Керемет сақталған екен. Адамдар айтуынша бұл баня әлі күнге дейін жұмыс жасайды. Келесі жолы түсіп қараймын бұйырса. Егер Бұхарадан таза натуральный кілем алғыңыз келсе, онда осында келіңіз. Кілемдер 20 000 теңгеден басталады. Сапасы өте тамаша. Ұстап қарағанда өте мықты. Камера барлығын бере алмайтыны өкінішті әрине. Таза жібектің де түрі осы базарда бар. Обычно Бұхарада 40 градус средний, 35 градус, 45 градус, 50 градусқа дейін барады екен. Бірақ бүгін күн бұлтты, таңертең кішкене жаңбыр жауды, сондықтан бүгін деген біздерге повезло. Бұндай күн өте редко болады екен. Келесі көруге тұратын жер қос медресе. Бұл медреселерге қыздарды да оқытуға болады екен. Ал қазір ішінде сауда-саттық дүкеншілері бар. Сувенир деген сияқтылардың барлығын сатады. Жалпы көбіне осындай ғимараттардың барлығында сувенир анау-мынау сатады туристерге. Айтып мақтана бергім келмейді, конечно. Мынау жүргенімізге 2 сағаттай болды. Погода деген. Әлі осындай болды. Негізінен 45-50 градусқа дейін барады. Бәрі қорқытып еді. Бірақ погода. Регистаннан кейін Өзбекстанда әдемі жер көрмейтін болармын деп ойлағам. Бірақ мына жер мықты екен. Және де минарет мынаның барлығы ЮНЕСКО қорғауына алынған екен.
Мұнара биіктігі 47 метр. Бұны кім құлатқысы келмеді дейсіз? Совет үкіметі кезінде қызылдар қолбасшысы Фрунзе Пушкинмен атқызып кеткен. Моңғол шапқыншылығы кезінде моңғолдар да жермен жексен еткісі келген екен. Мұнара туралы аңыз айта кетейін. Гид айтуынша кезінде Шыңғысханның өзі тізе бүккен екен. Ол бұлай болған. Шыңғысхан минарет қасына келіп, шалқайып жоғары қарайды минареттің басына. Сол кезде басындағы тәжі самақпен артқа құлайды. Оны жерден көтеремін деп еңкейгенде ауыр сауыты оны тізе бүктіреді. Осыны өзі байқап қатты таң қалып, минаретті қиратпай қалдырып кеткен екен. Мені түзелеткен минарет мықты минарет екен деп. Айтпақшы, осының бәрін жалдап алған гид айтып берді. Картинкадан көретін мұнараның қасында жүріп қой. Прям история деген тұнып тұрған жақсы. Ең жақсысы просто жүріп қарамай, лучше гид жалдаған дұрыс болады. Гид барлығын түсіндіріп айтып береді. Ал егер гид жалдамаймын десеңіздер, YouTube-қа да тойып алуға болады, Google-дан да қарап алуға болады. Бірақ гидпен қызығырақ екен. Гид құны 100 000 сум, 4 теңге. Сол ақшаны беріп гид жалдағаныма жақсы болды. Өте жақсы гид екен. Осы кісі Бұхараға барсаңыздар, рекомен менен. Минарет қасында орналасқан бұл екі ғимараттың бірі медресе Мир Араб деп аталады. Қаншама ғұламалар оқыды осыдан. Ең мықты ұстаздар осында сабақ берген екен. Рамзан Қадыровтың әкесі де осы медреседен бітірген екен доны. Мына зданияның ішінде кәдімгідей медресе екен. Адамдар оқып жатыр. Бізде жүріп маймылды қараған зоопарктағы адамдар сияқты. Құттайын қайсыда оқып кетті. Осындай әдемі медреседе оқу деген тамаша ғой. Ал медресеге қарсы орналасқан бұл ғимарат ең үлкен Бұхара мешіті. Аты Мұнара мешіті. Кіруі тегін. Бұл жерде жұма намаздары оқылады екен. Гидтің айтуынша, моңғол шапқыншылығы кезінде осында тығылған бала, қарттар мен әйелдерді аяусыз бәрін қалдырмай өлтірген екен. Себебі Бұхара халқы Шыңғысханның әскеріне берілмей жау жүрек шайқасқан екен. Осындай жау жүрек халық ұрпақсыз қалсын деп бәрін аяусыз қырған екен. Ал бұл Бұхарадағы минареттен кейінгі екінші орында тұратын адамдардың барлығы баратын арық қамалы. Кіру құны 20 000 сум, 800 теңге шамасында. Осы қамал туралы өте қызықты тарихи оқиға айтып берді бізге біздің гид. Бана айтқандай, Шыңғысхан әскері көп уақыт осы Бұхараны басып алмаған екен. Бұл қамал бұрында биік болған екен. Және де айналасы сулы каналмен қоршалған екен. Сонымен қатар аласа талдар егілген екен. Жау соның бәрін өтем дегенше қамал басында садақшылар жебемен қырып тастайтын болған екен жауды. Шыңғысхан шапқыншылығы кезінде сөйтіп қамалды қорғаған әскердің барлығы қырылып, азайып, ең соңында 40 жап-жас қыз қамалды қорғап қалған екен. Сол 40 қыз көп уақыт қамалды қорғаған екен. Ал қамал қоршаған моңғолдар оларды қаршадай қыз екенін білмеген екен. Қамалды ала алмаған моңғолдар айлаға көшіп қамалды қоршап тұрады. Азықтары таусылған соң өздері шығады деп ойлап. Ал кішкене қыздар 2-3-тен қамал сыртына шығып, оқ-дәрі тасып жүреді. Кішкентай қыздар ғой деп моңғолдар тексермей өткізе берген екен. Күндердің бір күнінде оларды қамалды қоршаған жауынгерлер тексеріп қарайыншы деп ұстап алады. Сол кезде олардан оқ, қару, тамақ тауып алады. Оларды сұраққа алып, қанша жауынгер қамалды қорғап тұрғанын сұрайды. Қыздар қорқып барын айтып береді, қамалды 40 қыз қорғап келгенін айтады. Арттарынан тамақ келмеген соң іштегі қыздардың барлығы беріледі. Олардың ерлігіне қатты таң қалған Шыңғысхан ең мықты 40 жауынгеріне осы 40 қызды әйелдікке береді. Және оларды бөлек тайпа етіп жасақтайды. Сол тайпа көбейіп өніп 40 қыз немесе қырғыз деген халық шыққан екен. Осы аңызды гидтен естіп қатты таң қалдым. Гидті осылай айналдырып әкелгенін қараңызшы. Сізге де осы оқиға ұнаса, комментке жаза кетіңіз.
Осы алаң кешкісін өте әдемі көрінеді. Серуендеуге өте жақсы. Тамаша, керемет жер екен. Келесі күні ұйқы қандырып, таңғы асты ішіп, кері қала аралауға шықтым. Қалада жалпы отыратын, демалатын жерлер өте көп. Қала сыртында да баратын жерлерде баршылық екен. Уақыттың аздығына байланысты бәрін кейінге қалдырдым. Бұл жолы бұл саяхатымызда тек қаланы, Бұхараның ішін, барлығы баратын жерлерді қарауға шештім. Қалғандарына бұйырса, келесі жолы барармыз. Келесі баруға кеңес берер жерім ол Тауэр Бұхара деп аталады. Қаланың қақ ортасында орналасқан Тауэр Бұхараға кіру құны 25 мың сом, 1000 теңге шамасы. Бұл негізі су башнясы екен кезіндегі. Ал қазір осындай туристер келетін керемет жерге айналдырған екен. Жоғарыдан барлық жаққа обзор өте керемет. Түскі асты ішіп алып, кері қайту қамына кірістім. Вокзалға дейін бізді жеткізген мына таксист бізді қонақ бол деп алып қалғысы келді. Себебі оған кезінде Қазақстан елінде қазақ отбасы көп көмектескен екен. Ол оқиға былай болған екен. Россияға бара жатқан кезде Қазақстан территориясында аварияға ұшырайды. Ал оған ем-домды больницадан соң қазақ отбасы көрсеткен екен. Соған қатты риза болған бұл азамат қазақтарға қатты риза болып қалған екен. Өте керемет әсерде қалдым мен. Шыны керек, осындай эмоциялардың бәрі саяхатта болады. Сондықтан саяхаттаңдар. Бұхарадан Ташкентке ертерек билет алмағаным жаман болды. Қайтарға билет таппай таксимен қайтуға тура келді. 800 км шамасында қашықтықты машинамен жүріп өту деген масқара екен. Көтен тақтай болып қалды. Сондықтан сіздерге лайфхак менен. Бір жаққа барар кезде қайтуға да билет алуды ұмытпаңыздар. Бірақ таксимен де қайту қызықты болды. Қасымызда нағыз өзбектер болды. 800 км жол. 10 сағаттай уақыт бірге бір машинада. Әңгімені жіберген соңғы политикадан бастап, үй, жұмыс, тойларға шейін әңгіме айтып тастадық. Жолда тоқтап бірге тамақтанып та алдық. В общем, жақсы болды. Кештелетіп Ташкентке келдік. Ұйықтайтын жерді тауып алдым да ұйқына кеттім. Біздің Шымкентке дейін автобус таңда, түсте және кеште жүреді екен. Түстегісіне билет алдым. Билет құны сол 3000 теңге шамасы, 70 мың сом. Жалпы Өзбекстан қатты ұнады. Жақсы әсерде қалдым. Тамаша, естен кетпес саяхат болды. Осы автобустардың біреуіне қазір отырамыз да Шымкентке барамыз. Өзбекстан туралы жалпы айтуға болады. Мықты деп бізге ұнады. Көп жерлерге бардық, көрдік. Видеодан сіздер көрдіңіздер. Осылай бюджетні, былайша айтқанда, көп ақша шығармай, көп ақша шығындамай, көршілес елдерде көп келуге болады екен. Егер видео ұнаса, біздің каналға тіркеліңіздер, колокольчик басып қойыңыздар, және достарыңызбен бөлісіп жіберіңіздер.
Қара Сумка каналы осымен тамам. Өзбекстандағы саяхатымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше қандай елдерге барғанымызды қалайсыздар, немесе өзіңіз барғыңыз келеді, барлығын комментарийға смело жазып кетсеңдер болады. Кейде өзге елде өткізген бір күннің өзі саған 10 жыл үйде өткізгеннен де көп әсер береді. Саяхаттаңыздар, мүмкіндіктеріңіз жеткенше.